Барлықтарыңызға ассалам алейкум. Бүгін штрудель тамағын дайындайтын боламыз. Ендеше бастайтын боламыз. Ол үшін бір кесе жылы айранға 1 шай қасық сода, 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа тындырамыз. Тынған қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Жайылған қамырымызға сұйық май жағамыз. Үстіне кез келген аскөк себуге болады. Қамырымызды рулет қылып ораймыз. Кішкентай бөліктерге бөлеміз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық май құямыз. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Кейін пияз саламыз, жақсылап араластырамыз. Көкөністерімізді саламыз, болгар бұрышын, сәбіз, картоп, жақсылап тұздап бұрыштаймыз. Томат саламыз, араластырамыз. Суымызды құйып араластырамыз. Үстіне қамырларымызды саламыз. Қақпағын жауып, 35-40 минут пісіріп аламыз. Штрудель тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақсылап әсемдеп, дастарханға ұсынамыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.